жалпы дарынды және талантты балаларға келетін болсақ, дарынды балалар оның қабілетіне келетін болсақ, олар дарынды балалар жалпы ой жағынан, ақыл жағынан өте қабілеті жоғары, білімді тез меңгеретін, логикалық ойлау жақсы дамыған болып келетін балаларды айта аламыз дарынды деп. Ал талантты балалар көбіне бізде белгілі бір салада ерекше қабілеті бар балаларды айтамыз. Олар сол бағытта жоғары жетістікке жете алатын балалар. Дарынды бала және талантты бала деп бөліп дарынды бала дегеніміз өте көп сұрақтар қояды, яғни сабақ барысында қызығушылығы жоғары болып, берілген тақырыпқа байланысты сұрақтар өте көп қойылады, және де ақпаратты тез қабылдайды, және логикалық ойлауы жақсы дамыған балалардың бірі болып қатарынан табылады. Дарынды балалар ән мен әңгіме ойлап табу жақсы дамыған, яғни жаңа айттық қой, IQ жақсы дамыған деген сияқты сондай қабілеттер. Яғни талант дегеніміз ол туа біткен қабілет болса, ал дарын дегеніміз сол қабілетті бірте-бірте өзіне жинау деген сияқты ғой. Және де өз бетімен ізденгенді ұнатады, бірнеше саланы қатар меңгере алады, идеяларға толы бала болады. Талантты бала ол туа біткен, яғни өзінің бойына Құдай солайынан жаратып дүниеге келтірген баланы талантты бала деп атаймыз. Яғни ол белгілі бір бағытта болуы мүмкін, мысалы әнге, биге, спортқа деген секілді. Сол бағытта олар мықты болады. Дарынды бала мен талантты баланың айырмашылығы, дарынды бала өте жақсы ойланады, ал талантты бала оның барлығын іспен көрсетеді деген секілді. Дарынды бала күннен бастап көп сұрақтар қойып, ертерек жетіліп, яғни қалай айтсам екен, дарынды бала өте көп талпынады алға қарай. Ал талантты бала жалқау болуы мүмкін, бірақ жаңағыдай туа біткен өзінің қабілеті арқылы көзге түседі. Жалпылама айтқанда, талант дегеніміз тұқым, ал дарын дегеніміз өсірген ағаш болып есептеледі ғой. Талант дегеніміз сізге берілген қабілет, ал дарын сол қабілетті бірте-бірте дамыту. Енді мен мына тарап берем сіздерге.